Сәлем, хәлің қалай? Қазір бәлкім сенің өміріңде қиындықтар орын алып жатқан болар. Кейде осындай кезеңдерде қолдау беретін адам жанымыздан табыла бермейді, солай ма? Мен сені кім екеніңді, қайда екеніңді, қандай жағдайға тап болғаныңды білмеймін. Бірақ мен саған көмектесе алам деген үміттемін, достым. Жай ғана тыңда. Білесің бе? Қазір басына өткеріп жатқан қиындық, стресс, мүмкін депрессия кеудеңе ауа жібермей қинап жатқан болар. Бірақ бір нәрсені біл. Бұлар сенің эмоцияларың және олар өткінші. Осы эмоцияларға себеп болған айналаңдағы оқиғалар сені ешқашан сындырмауы қажет. Экзамендер, сессиялар, ұбт, отбасылық болмаса жеке проблемалар, олар күндердің күнінде өтеді де кетеді. Бәрі қалпына келеді, уайымдама. Сенің бұрынғы қателіктеріңде сені сындырмауы қажет. Біз көп жағдайда енді қайтып келмейтін өткенімізге өкініп жатамыз. Достым, бұл өмірде ештеңеге өкінбе. Олар сенің таңдауың, сенің іс-әрекетің. Олар сенің өміріңде болуы керек еді және болады. Ең бастысы, сенің сол қиындықтардан сабақ ала білуің. Адам болып жаралғаннан кейін біз өмір сүруге құқылымыз. Мыңнан бір мүмкіндіктің ішінен сен, ешкім емес дәл сен, өмірдің есігін айқара ашуға мүмкіндік алған болсаң, ендеше оны сүруге міндеттісің. Ал оны сүруге деген құлшынысты бақытқа толтыратын да тек өзің. Неге өмірден ләззат алмасқа? Сенің жасыңа да жетпей, қаншама өмірге құштар жандар кетті. Неге өмірді бағаламасқа? Өйткен сенде бар ең маңызды нәрсе ол сенің өмірің. Ал ол сенің жақындарыңнан, арман мақсаттарыңнан тұрады. Бар өміріңді бос уайымға, өткенге өкінуге жұмсамай, жүрегіңнің үніне құлақ асып, ұнайтынсың айналып. Тек қана сен өз жолыңды таңдайсың. Тек қана сен болашағыңды құрасың және тек қана сен шешім қабылдайсың. Қателесуден қорықпа, достым. Қолыңнан бәрі келеді, мен саған сенем. Сен әлі алда талай нәрселер күтіп тұр, білесің бе? Армандағы үй, бәлкім көлік, бақытты отбасы, қатты барғың келген талай жерлерге саяхаттай аласың. Әлі талай жақсы жандармен танысасың, өз ортаңды табасың. Бәрі сенің қолыңда. Қалай болады деп ойлама. Олар болады, егер сен дәл қазіргі сәтпен өмір сүріп еңбектенетін болсаң. Алда сен талай нәрсе күтіп тұр. Ал саған не кедергі? Үнемі сен аяқтан шалуға тырысатын адамдар ма, әлде өткен оқиғалар ма? Уайымдама, бәрі қалпына келтіреді. Енді маған айтшы, осындай асқақ арман мақсаттарымыз орындалмағанда қайда асығамыз?